Барлықтарыңызға сәлем достар. Менде бүгін жаңа видео достар. Мен уже наверное басқасам білетін шығарсыздар қандай видео болатын. Конечно бізде достар экстренный жестко пранк достар. Описаниеден көріп тұрғандарыңыздай үйдегілерге мен үйді сатып жібердім деген жестко пранк істейтін боламын. Ма достар, короче бүгін бізге пранкқа ілініп кететін Аликош, Козай, мама. Короче үйде кім тұрады бүгін жестко пранк болайын деп отыр. Короче достар, специально чтобы сіздер мамалардың барлығын сендіру үшін қолыма документ алып алдым. Сіздерге ашып көрсететін боламын. Достар, кәдімгі печатьмен официальный кәдімгі документмен көрдіңіздер ма? Үйде кәдімгі қарасаңыздар жеке мүлікте имущество барлығы жазылған достар. Короче мен бүгін осы мамалар қазір барлығы бір жерде жүр ғой, мен бір комнатада тұрамын, қатты айқайлап сөйлеймін. Я сатып жібердім, анау қанша теңге анау деген сияқты. И сол кезде достар специально мен дауысымды есту үшін сөйтіп айқайлап сөйлеймін да. И ары қарай мамалар ары қарай көретін болдым реакциясын. И еще если дауысымды вдруг естімей қалған жағдайда бір комнатаға шақырамын да, короче мына документті апарып көрсетемін, қарасаңыздар. Ё-моё достар, осы видео до конца көріңіздер, қызық болайын деп отыр. Аликош пен Козайдың реакциясы қандай болады типа айтамын ғой. Болды біз кетеміз басқа жаққа деген кезде қандай реакция болады екен? Типа түнгі сағатқа достар біз айтайын ба? Түнгі сағат 12 ма 1 даже. Түнгі сағат 1-де уже типа сатып алған адамдар келіп тұр, бізге тез кету керек деймін да. Сондай жестко пранк болайын деп отыр. Осы видеоны до конца көріңіздер. Ал мен и комментарийға қолдау жазып кетсеңіздер. Ал мен кеттім. Ал короче достар, мен Арунаның комнатасына специально тығылып алдым. Сөйтсем уже мамалар күтіп отырсам ар жаққа келіп вебка көрсететін боламын. Короче Аликош, Козайым и мама үшеу барлығы бәрі бірге телевизор көріп отыр да. Аруна болса білмеймін қай жаққа кетіп қалған, бірақ Арунаны да қазір көретін боламын. Реакциясын короче қарасаңдар, короче анау жатыр барлығы. Ана жақта тұр. Екі достар, мен қазір сол моментті пайдаланамын да, короче телефонды алып қатты айқайлап сөйлесем, что мамалар мен сөйлесіп жатқан барлығын есту үшін телефонды алып алдым. Қатты айқайлап сөйлесем да, чтобы ана сендіру үшін ше. Документ барлығы дайын тұрып қарасаңыздар. Достар, ойлаңыздар, сіздегі үйдегі ағаларыңыз деп әпшелеріңіз түнгі сағат 1-де, қанша 1 деппін ғой, түнгі сағат 1:30-да сіздерге келіп, болды үйден шығыңдар, үйді сатамыз деп сіздерде қандай реакция болады? Қазір біз үйдегілер реакциясын көретін болдық. Короче кеттік, бастаймыз да. Комментарий удачи жазып кетіңіздер, ал мен бастаймын. Алло. Я. Қанша? 40 миллионға ғой. Договорға қол қойдыңыздар ма? Болды. Қазір шығыңдар дейсіз ба? Түнгі сағат 12 болды ғой, көке. Қалай болады екен ол? Енді көке қол қойып қойған кезде сонда да болмайды ғой не нәрсе. Қазір шығыңдар үйден? Ё-май, қалай болады екен? Көке кәме үйдегілерден сұрап көрейінші не істеп жатыр екен қазір. Достар, короче, мамалар специально айқайлап сөйледі, мамалар естеді бағуды же. Қазір бірге шығып кеткен. Танку? Ойбай! Не бұдырватсың? Не ақ тұрып ағасыздар барлықтарыңыз? Не есі қойыңыздар? Не дейсің? Үй сатам? Қандай үй сатам? Үй сатам айттым ғой. Не айтып жатсың өзі? Не дейсің Аликош? Үй сатам деппін ғой. Вроде. Онда ешқандай үй сатам деген жоқ па? Қалай? Мыналар естіп отыр ғой, мен жүрмедесің ғой. Документ немеге алып ағасың? Әкел. Әкел, документ қақтын алып ағасың? Мен вообще тық қойған жер. Жылжымайтын мүлік дейді. Танку? Сен қуасың ба документті? Не үшін алып ағасың қолыңа? Бір бәл айтсам, ұрыспайсыздар ма? Ұрсамыз? Не ұрыспайым, ұрсам, айт давай. Давай, айт. Үйді сатып жібердім мен. Қуасың ба? Кімге? Білмеймін, танымай басқа қаладағы біреулерге алып кетті. кетеміз ба? Ешқандай зат бат алып кетпеймін, қазір келеміз дейші. Ойбай, қақта тұрасыз, сетексіз ғой? Тұрамыз? Бұл жол көшеде жүреміз ба? Соғы? Амал жоқ енді. Маған бағана звондап, сол шығар қалап естіген шығарсыздар. Қазір 1 сағаттың ішінде келемін, тез кетіп қалыңдар деп отыр. Танку, басымызды қатырма, ол Соның біз кімдер ол? машинамызды да алып кетем ма? Жоқ, только үйді ғана сатып жібердім. Міне қарасаңдаршы, документ ашып қарасаңдаршы, міне жылжымайтын мүлік. Жоқ, еш нәрсе, тез кету керек, короче, жиналсаңыздаршы мен. Аруна қайда өзі? Аруна қайда? Кім? Кухняны жинап жатыр ол. Жоқ, уақыт жоқ, тез болыңдаршы, кетіп заттарын жинаңдар. Кімші? Басты қатырма, қандай тентек ба? Кесін қандай адам? Сонда мен телефонда қалып кетем. Сен лабу керек болып тұр ма саған? Кете бересің ба сен сонда үйден? Лабу кетем. Үйден кете бересің ба? Кетпеймін. Ондай болмайды, бүкіл. Ешкім шаға кетпейді, қумаңдар, жынсыңдар ма? Папаң қазір естісе өлтіреді ғой? Еще сен үйдің документін неге рұқсатсыз аласың папаңмен? Мен бүкіл үйдің затын бәрімен сатып жібердім. Бүкіл затымен бірге сатып жібердім үйді. Сен қумаш? Сен келе тұр ғой міне, Даниял. Жоқ, бәрі қалады, короче.
Шынымен айтып отырмын. Міне қол печать қойып қойып ашып қарасаңшы, міне печать уже болды официально. Артын қарасаңшы, міне болды надан кейін уже сатылады деген сөз. Мен сонда қанша деп сатамыз деп жатсың, жынсың ба? Айтпаймын. Ол папаң қол қою керек, мен қол қою керекпін. Мен Сен қалай сатасың? Сен неге қоясың жыныма? Мен үйімде қоямын. Игрушка алып кетeceğim. Жоқ, барлығын тастап кетеміз дедім ғой, көзайым. Таста бәрін. Тек игрушка. Мамамда iPhone 15. Барып тұрамыз ал. Мен білмеймін. Мен соттым деден. Кап жарты сағат, бір сағатта келеміз, тез шығып кетіңдер деп Жоқ, сонда отыр. қайға барып тұрамыз? Білмеймін. Қуасың ба? Бар, заттарын жинасай бар. Хумар. Түнгі сағат. Болмайды ондай еш нәрсе. Бар, қой. Қаламаз ату. Қазір сөйлесіп көрейінші, отырып ақылдасып отырыңыздаршы. Маңдайы басым қатырма. Папаң азғандашы оны жынды ма? Короче, достар, мына жестко болып отыр. Мамалар кәдімгідей сеніп, аяқта көзайып жылайын деп отыр. Достар, короче, Арунаның реакциясын көру керек, бірақ Аруна қайға кетіп қалғанын білмейміз. Бірақ достар, сізге пранк ұнап отыр деген ойдамын. Осы видеоға толтырып лайк, комментарий басып кетіңіздер. Ё-мое, достар, әрең өзім ұстап отыр. Достар, сеніп отқан шығар, мамалардың түрлері қашып кеткен ғой, байқаған шығарсыздар. Сіздер де сеніп отсаңыздар, сіздерге осы видео ұнап отса, обязательно до конца көріп лайк, комментарий басып кетіңіздер. Ал мен ары қарай пранкты жалғастырамын. Көзайым? Қуасың ба, бұл мектепте ойлап жатыр. Көп сатуға әлі ешкіммен келіскен жоқ. Көзайым, неғып жылап отырсың? Басқа пландар қазір. Мен достарым бар ғой. Қалат барлық айттым ғой, тез кету керексің, әлі жиналмағансың ба сен? Иә. Мен Көзайым, не болды? Неғып жылап отырсың? кетпеймін. Иә, қақа кетеміз. Марғош та жылап жатыр ма? Үйді сатқан күнде де ол осы түнше шықты салып Кетіңдер де. басым қатырма, тап мен әкеңе звондаймын. Мам, тоқтасаңшы, айтып отырмын осы сізге. Документ менде басым қатырма, жынсың ба? Қазір келісіп қойдым ғой Менде қазір вообще басқа пландар, мен сатпаймын бұл үйді, қуасың ба? Жынды екенсің. Сен заттарын жинашы бар, мамам өзім. Неге? Заттарын жина. Жинамаймын. Үйді жақсы көремін. Сатамыз үйді, бұл келісіп қойдым мен, жынды ма? Жақсы көремін. Сен не үшін жылап отырсың сонша? И то білесіңдер ме? Ешқандай зат бәрін алып кетеміз. Бәрі қалады қара. Ешқандай зат алып кетеміз. Неақта Марғошта жылап отыр мені. Осы үйді қанша ақшаға не істеді? Соғым қанша зат ремонттады. Маманың киіватының өзі қымбат. Короче, басқа заттарын жинашы, кетме. Алдына айтайық та. Жүр кет. Айтайын ба саған? Өтірік идейлерге мамамен барлығыңыз пранк қол. Бұл, короче, болды. Кешір, бұл пранк, короче, бірақ мамамен әлі көш. Сатамыз деймін саған. Әлі көш, берексе. Не болды? Айтайын ба, бұл пранк. Болмады. Шынымен? Мамаға айтпа. Короче, мамаға до конца ойнады керек, түсіндіңдер ма? Бұл үйді сатамын деген пранк. Мамаға вообще айтып қоймаңдар мақұл ма? Екеуің жылап жібере жатсаңдар ғой, сен көзайым, шынымен жыладың ба? Әлі көш, сен шеген қарашы. Түрін қарасаңдар, шына сап-сары. Достар, еще Марғош жылашы екен, не ауыр болсын, шынымен жылап отыр. Айналып отыр. Достар, короче, қазір ар жақта маманың реакциясын көретін боламыз. Ё-мое, мына екені айтып қойдым, шыдай алмай кетіп, потому что көзайым шынымен жылап отыр. Мына жақта Аликош вообще шашы сарайып кеткен, қарайып кеткен, мына жақта жүріп. Енді достар, маманың реакциясын көретін боламыз. Мама қайға кетіп қалды? Мам? Не істеп? Не істеп? Саған звондап жатырмын, жынсыңдар ма? Жайша ма? Қуасың ба сен? Данко бізде қазір вообще басқа план ғой, қандай Мен сатам? печать қойып қойғаннан кейін болды уже, келісіп қойдық қой біз олармен. Басым қатырма, мен отказ беремін, мен ешқандай қол қоймаймын еш нәрсеге. Папаңа звондап жатырмын. Аликош. Жынсың ба? Жылады екенсіңдер ғой? Звондап отырмыз, айта салайық. Не? Бұл сіздерге пранк! Маша? Пранк. Өтірік қой, поддельный документ қойған. Соған сеніп қалдыңыздар ма? Маған сіз мына жақта жүргеніңіз Аликошпен көзайым айтып қойдым ғой мен. Сеніп қалдым. Папаға звондап қоймаңыз, папа ұрысып жүреді тағы да. Адам ше, неғып үстесің сен? Қазір үшін саны. Енді подписчиктерге бола ғой. Басмай. Маман достар, бізде басқа планда сен не істеп жатсың деп давлением көтеріп кетті ғой. Жоқ, папаңа енді звондаймын деп жатқам. Болды, жиі кешіндер. Ал достар, короче, біз үйдегілерге осындай жестко пранк істедік. Маманың давлениесі көтеріліп, анаяқта көзайым жылап, ойбай, білмеймін оны. Үйде бір жердің астында походу алтын бар сияқты біздің үйдің ше. Достар, осы видео ұнаса лайк, комментарий басып кетіңіздер. Реакциялар сұрап. Аликош, реакцияң қалай болды? Жаман. Неге? Жаман ғой, адам жүрегін ауыртып. Сен ше көзайым?
Бұл мәс сияқты бәрібір сияқты саған, ә? Бұл Маған басқа жылап жақта жүргеннен ғой. iPad бар еді оның. iPad Сіздің ше реакцияңыз қандай болды? Реакциям, конечно же, нашар болды. Давление көтеріп. өмір сұрамайды. iPad өмір сұрамайсың ба? Иә, Roblox-та. Жасмин ойнайды. Ал, короче, достар, сіздерге осы пранк ұнатты деген ойдамын. Лайк, комментарияны обязательно толтырып, и достар, менде 450 мыңға 20 мың подписчик қалды. Сол үшін 20 мың подписчик тез жеткізіп тастап, и осы маған 450 подписчик жасақ кеттік. Всем пока! 450 дедің ба? Иә. Жетін ресей тесіз. Иә, жетінде. Әлгі шын айтсың. 500 мыңға жетінде тесіз. Тез подписканы басып жіберіңдер, 450 мыңға жетеміз. Иә.